Қайырлы күн, құрметті тыңдармандар. Алдарыңызға Хакан Менгүчтің «Жолға шық, жол саған көрінеді» атты кітабын ұсынамыз. Аударған Ләззат Мырзашқызы. Бірінші ереже. Іздеу арқылы таппайды, бірақ табушылар үнемі іздегендер. Бізді Испанияның Майорка аралына семинарға және музыкалық бағдарламаға шақырды. Бағдарлама аяқталғаннан кейін аралда тағы бірнеше күн болғымыз келді. Кішкентай кезімнен белгісіз жерлерде саяхаттап, адасып жүргенді ұнататынмын. Сондықтан біз көлік жалдап, аралдың әр түкпірінде дерлік өз күшімізбен саяхаттағымыз келді. Әдемі жерлерді аралаған соң қаңырап бос жатқан бұғазға бұрылдық. Үлкен жағажайда бар жоғы 4-5 адам ғана. Күннің батуын тамашалап, өз арамызда әңгімелесе бастадық. Сол кезде 5-6 адамнан тұратын бос жатқан жағажайға бізге бір әйел келді. Ағылшынша амандасып, сіз түрікше сөйлейсіз бе? Деп сұрады. Иә дедік. Осыдан кейін әйел түрік тілін қаншалықты жақсы көретінін айта бастады. Ол испан. Оның аты Мерлин. Ол испандық, каталандық аудармашы болған. Екеуміз тұшымды әңгімелестік. Сөйлескенде бізден Румиді, яғни Мәулананы білесіз бе деп сұрады. Бізді сопылық ілім қызықтыра ма жоқ па соны білгісі келді. Мен күлдім. Мен басында не туралы сөйлескенімізге сене алмадым. Әлемнің бір түкпіріндегі тыныш аралдың қаңырап жатқан бөлігінде жүрмін. Сол кезде бір испандық сопылар академиясының негізін қалаушыдан «Сен Румиді білесің бе?» деп сұрады. Бұл кездесуден бәріміз ерекше әсер алдық. Таң тамаша қалдық. Мерлин сопылық философиясы мен сопылықты үйренгісі келген екен. Бірақ неден үйреніп, неден бастарын білмей, көптен бері ізденіп жүр. Ол да бізбен кездескеніне сене алмады. Барлығымыз өте қуанышты болдық. Майоркаға келмей тұрып, үйдегі кітапханамда менің ешбір кездейсоқтық емес кітабының ағылшынша нұсқасы көзіме түсті. Бір-екеуін мүмкін біреуге сыйлық болар деп алып шықтым. Стамбулдан бері кітапты өзіме бірге алып жүрдім. Сол кітап Мерлинге бұйырып тұр екен. Сол түні шын жүректен қалау, жүректен іздеу дегенді ұзақ ойладым. Шын мәнінде ықыласта махаббатпен берілу сияқты шексіз сенім бар. Қалау мен тартуда амбиция бар, күрес бар, жанжал бар. Және мұның бәрі кешіктіруден, немесе қалағаныңыздан алыстаудан басқа ештеңе бермейді. Бұл шақырған тілегіңізге, қалауыңызға сенімді болу, оның қалай болатынын есептеу, күмәнданбау, және жақсы немесе жақсы емес нәрсенің бұрыннан жақсы екеніне шын жүректен сену дегенді білдіреді. Айтайын дегенім қалауды тоқтатпа, бірақ тартуды доғар. Жүрегіңізбен қалаған нәрсені назарыңызда ұстаңыз. Неліктен және қалай болады деп араласқанда, уайым мен күмәнға толы санаңызбен шексіз және мінсіз тәртіпке араласып, кереметтердің алдына тосқауыл қоясыз. Өмір сізге тосын сыйлар сыйласын, сұлулық жаусын, жан-жағыңызға мүмкіндік беріп, жақсылық шықсын алдыңыздан. Біз қазір Мерлинмен дос болып кеттік. Оның бірге ақылдың мүмкін емес дейтін нәрсесі де ниеттеріңіз, тілектеріңіз, қалауларыңыз илляхи жүйеге еркін бағынған кезде мүмкін болады. Ниетті ақиқатқа айналдыру үшін бір тілді, бір мәдениеттен, бір жерден болу шарт емес еді. Егер сіз бір нәрсені қатты қаласаңыз, және оны жүйеге қауіпсіз түрде тапсырсаңыз, сізге қажет нәрсенің бәрі сізге келеді. Тіпті тілін білмейтін, мәдениетін білмейтін, және сіз білмейтін алыс елден де. Мерлин көп ұзамай сопылар академиясының бір бөлігі болды. Ол өзі қатты жақсы көретін түрік тілін үйреніп қана қойған жоқ. Сопылық философиясын тереңдетіп, ұзақ жолдан өтті. Ары қарай не болады, қалай болады деп уайымдамайды. Тек ниеті мен жүйесіне сенеді. Амбицияңызды тастаңыз. Өзіңізді босқа жұмсамаңыз. Бұл жердің астында шәкірт те, шебер де бір.
Амбиция, табандылық және мойынсыну мәселесі. Сіз жаңғақ құрты туралы әңгімені естідіңіз бе? Әлсіз, әлжуаз денесіне қарамастан, ол кез келген көрген жаңғақ қабығын ашады. Бір күні кішкентай жаңғақ құрты жаңғақты теседі. Ішке кірген бойда жаңғақтың ішін ашкөздікпен жей бастайды. Ертеңгі күні жоқ сияқты. Көргенін жейді. Ол еш тоқтамай жей береді. Көзі қарауытқандай үзіліссіз тамақтанып отырады. Содан жаңғақ құрт семіре бастайды. Іші үлкейіп, бір күні қозғала алмай қалады. Енді ол өзі жасаған кішкентай тесіктен өте алмайды. Кірген кезде жасаған тесігінен енді шығу мүмкін болмайды. Іші әбден тоқ, бірақ жаңғақтың ішіне тығылып шыға алмай қалады. Ол тесікті кеңейтпек болады, бірақ нәтиже болмайды. Жаңғақ құртты жұтты деген ой ғой. Ол не істесем де сыртқа қалай шықсам екен дейді. Әзірге арықтауды күту ғана шешім сияқты көрінеді. Жаңғақ құрт аш қарын күткен соң әрине әлсірей бастайды. Расында бұрынғы әлсіз, әлжуаз күйіне оралады. Ол өзі жасаған тесіктен қалай өтсе, солай шықты. Бірақ ол сыртқа шыққанда не көреді? Жыл мезгілдері ауысқан, ортада аш әрі жұқа жаңғақ құрты мен әбден желінген құрғақ жаңғақ қабығы ғана қалған. Ол бір жерде қателестім деп ойлайды. Бірақ қайда? Егер ол жаңғақ жеу кезінде қателігін түсінсе, нәтиже әлде қайда басқаша болуы мүмкін еді. Амбиция, тәтті улану. Бұл алдану қанағаттандыратын секілді көрінеді, бірақ сарқылуға апарады. Амбицияға алданып шарттарға, мүмкіндіктерге, бағытқа және болашаққа соқыр болу үлкен шығындарға әкелері сөзсіз. Қарын ашса, аш қалу керек пе? Деп ойлайтындар бар шығар. Егер ол өзін тамақтандырып қана қарынын тойдырса, оның өміріне қауіпті жағдай тумас еді. Алайда жаңғақ құрт қарын тойғызып қана қоймай, уайым қайғысын, қорқынышын, қобалжуын тойдыруға тырысып, тынымсыз тамақтанудың рахатын да алды. Ол табандылықпен жеңіп алған жаңғағын ашкөздікпен қазып, өміріне қауіп төндіретін жағдайларға тап болды. Шындығында бұл әңгімеде ойланып сөйлесуге және талқылауға болатын көп нәрсе бар. Амбиция бұл адамзатты ғасырлар бойы талай рет сүйреген тартымды құйын. Қанағаттанбау және тояттамау сезімі, көбірек алсам деу және күш салу өмірдің соңында бақытсыздық пен шығындарға әкеледі. Өйткені тек сатып алу мен тұтынуға бағытталған ақыл, оны тірі және тұрақты етіп ұстап тұрған айналасындағы жағдайларды бақылап, механизмді басқара алмайды. Тұтынатын нәрсеге ашкөздікпен сырттағы жыл мезгілдерінің ауысып жатқанын өткізіп алсаңыз, күннің соңында рахатқа емес, сандыраққа ұрынасыз. Амбиция мен табандылық бұл бір-бірімен жиі шатастырылатын екі түрлі ұғым. Бірақ олар күн мен түн сияқты бір-біріне қарама-қарсы екі ұғым. Өршіл адам мақсатына жету жолында мақсатынан басқаны көрмейді. Мақсатына жеткенше бақытты болмайды. Мақсатына жеткенше ештеңеден ләззат алмайды. Мен амбицияны табандылықтан осылай ажыратамын. Тек амбицияға бағытталған нәтиже бар. Табандылық процеске бағытталған. Амбицияда тек алу мен тұтыну бар. Табандылықта бөлісу және өндіру. Амбиция жойқын, табандылық құрылысшы. Сіз құмарлықпен өзіңізді кемсітесіз. Табандылықта сіз өзіңізге де, айналаңыздағыларға да бересіз. Құмарлығыңыз таусылады. Ал табандылықпен жаңарасыз. Амбициясы бар адамдар жалғыз. Олардың өздеріне де, жақындарына да уақыты жоқ. Оларда тек алу, жеңу және қолды ету ғана бар. Олар аяусыз тұтынудан басқаны ойламайды. Олар ауа райының құбылмалы жағдайына, жаңарған динамикаға, заман жағдайларына соқыр болғандықтан,
олар өсіп дами алмайды. Жаңа шешімдер қабылдап жүзеге асыра алмайды. Өзгерістерге ілесе алмайды. Белгілі адам да еңбекқор, бірақ соқыр емес. Олар өздеріне және жақындарына уақыт бөлуді біледі. Өйткені олар да уақыт шебері. Олар өмірді сезеді, ауаны иіскейді, өзгерістерді көреді, ағынмен жүреді және олар жолай өседі. Олар өмір жолында үйреніп, білгендерін қолданады. Олардың асығыстығы жоқ. Тұрақты, ұзақ мерзімді сапарлар, табыстар мен жетістіктер табанды адамдардың жұмысы. Олар перфекционист емес, олар кемшіліктерді пайдаланады. Әрбір кемшілік олар үшін артықшылық. Олар қолдарынан келгеннің бәрін жасайды және басқаларға қолдарынан келгеннің бәрін жасауға мүмкіндік береді. Осылайша, табанды адамдар ынтымақтастық орната алады. Амбицияшыл адамдар ынтымақтастықтан гөрі бәсекелестік пен стратегияны жасайды. Олардың стратегиясына тіпті жұмыссыз серіктестерді жою кіреді. Сондықтан олар да жолда сансыз жау жинайды. Амбицияшылдар әрқашан өз артын қадағалауы керек. Ал жігерлі адамдар алға қарап сеніммен жүреді. Өршілдер тыныш, амбицияшыл адам мазасыз. Біздің қорқынышымыз, болашақтағы уайымымыз және біздің заманымыздың жаңа мәселелерінің белгісіздігі бізді одан сайын шатастыратынын білемін. Қорқынышымыз үлкен, уайымымыз тығырыққа тіреледі. Шақшадай басымыз шарадай болады. Ертеңгі күні не болары белгісіз. Бірақ есіңізде болсын. Кеше бүгін не болатыны белгісіз еді. Сондықтан бүгін де ертең не болатыны белгісіз. Менің айтайын дегенім, қорқынышқа бой алдыру, сараңдық жасаудан пайда жоқ. Сіз өмірді сағынған сайын жоғалтасыз. Шарамыз әрқашан болашақта болатын сияқты. Солай емес пе? Шарамыз мақсатымызға жетіп жатқандай. Бірақ шындығында олай емес. Сіз мақсатыңызға жеткенде проблемаларыңыз аяқталады деп ойлайсыз. Болашақта сіз тыныш, жайлы және бақытты боламын деп ойлайсыз. Болашақ деген қазір досым. Дауамыз мақсатқа жету емес. Бірақ мақсатқа жету жолында денсаулықпен, табандылықпен және тыныштықпен жүру. Әрине, армандарыңыздан ешқашан бас тартпаңыз. Дегенмен, арманыңызға жету жолында өзіңізді және жақындарыңызды құртпаңыз. Өйткені ол жерге жеткенде бақытыңды бөлісетін ешкім жоқ болады қасыңда. Қиялыңызда, түсіңізде, өзіңізде жоқсыз. Олай дейтінім, атақ құмарлықпен емес, табандылықпен іздене берсең, ғажайыптар алдыңнан шығады. Сіз күтпеген сыйлықтарды, сіз күтпеген жерлерде кездестіресіз. Сіз жай ғана жүре беріңіз және сол күшке сеніңіз. Құрметті тыңдармандар, аудиокітап сізге ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, арнамызға жазылып кетіңіз. Бұл мен үшін өте маңызды. Сау болыңыздар.